Армысыздар қалайық? Есен саумысыз, қадірлі әлеумет. Эфирде білімдер бәйгесі 21 ғасыр көшбасшы зияткерлік сайысының төменгі лигасы. Оқып, ізденуден жалықпайтын ұл қыздарымыз бүгін біздің студияда. Еліміздің түкпір-түкпіріне жиналған аймақ жеңімпаздар үшін жауапты сәт. Жоғары ұпайғаны келесі айналымға жолдама береді. Сондықтан ойын тартысты өтері сөзсіз. Ендеше ойыншылармен таныс болыңыздар. Абзал Қабылтай, Алматы қаласы. Мен Алматы облыстық Ибраим Исмаил атындағы мектеп-интернатының 6 сынып оқушысымын. Мен бұл 21 ғасыр көшбасына келген себебім бұл жерде өзімнің білімімді сынау. Қарсыластарыма тек қана сәттілік тілеймін. Менің өмірлік ұстаным тек қана алға. Рахмет, Абзал. Келесі қатысушымыз Қарағанды облысынан келіп отыр, Ғалия Хамитова. Армысыңдар қалайық, амандасып алайық, Сарыарқаның сандуғашы, Дарынның балаусасы, Қаралтанның астанасы Дариядан мен келдім бұл сайысқа. Аман қызы Ғалия. Жарайсың, Ғалия. Қадам нұсқа таныстыру болды. Аққанат Есжан, Алматы қаласы. Мен нөмір 26 мектеп лицейдің 6 сынып оқушысымын. Бос уақытында музыкамен шұғылданамын. Маған мектепте биология, тарих және математика, ағылшын деген пәндер ұнайды. Келесі қатысушымыз Айсұлу Мұрзағұлова, Астана қаласынан. Менің өскендегі мақсатым журналист болу. Өйткені мен тіл мәдениеті арқылы адамдарға өмірдегі маңызды заттарды жеткізгім келеді. Сәттілік тілейміз саған, Айсұлу, жарайсың. Мұхаммед Жақаш, Алматы қаласы. Мен Алматы қаласындағы номері 131 мектеп лицейінде оқимын. Ол мектеп Бауыржан Момышұлы атындағы лицей. Мен өскенде дәл сол Бауыржан Момышұлы атам сияқты осы елдің атын жоғары ұстап жүргім келеді. Керемет, арманыңа жет. Келесі қатысушымыз Жансая Тұралиева, Маңғыстау облысынан. Мен осы 21 ғасыр көшбасшысы атты зияткерлік сайысқа өз білімімді сынап, білім деңгейімді бөлу үшін келгенмін. Кішкентай кезімде жанұямен бірге Еуропаның 10 еліне барып қыдырған және Ұлыбританияның астанасы Лондонда 3 жылдай тұрғанмын. When I grow up, I will become an astronom. Яғни мен өскенде астроном болғым келеді. Керемет, керемет. Қымбатты білім сүйер қауым 21 ғасыр көшбасшысы төменгі лига зияткерлік сайысында бір маусым бойы ойынға қатысып, бірінші және екінші орынға ие болған сайыскерлердің арасында ұпай сандары бойынша үздік ойыншылардың рейтингісін жасап отырамыз. Маусым соңында үздік боп танылған 6 ойыншы маусымдық ойынға жолдамалады. Ойын соңында бүгінгі ойын нәтижелерімен қоса осыған дейінгі ойыншылардың рейтингісін тамашалауды ұмытпаңыздар. Құрметті ойыншылар, қадірлі көрермендер, 21 ғасыр көшбасшысы төменгі лига зияткерлік сайысының маусымдық кезең жеңімпазына Хабар арнасының 100 000 теңге көлеміндегі ақшалай сыйы ұсынылады. Баршаңызға сәттілік тілейміз. Ойыншылармен таныстық. Енді алғашқы айналымның ойын шартына көшейік. Қазір сіздерге тест түрінде ортақ 12 сұрақ оқимыз. Әр сұраққа жауап ретінде 3 нұсқа берілген. Сіздер берілген нұсқалардың ішінен дұрыс жауапты тауып белгілейсіздер. Әр дұрыс жауап 1 ұпаймен бағаланады. Ойлануға 5 секунд қана уақыттарыңыз бар. Берген жауаптарыңыздың дұрыс бұрыстығын алдарыңызда компьютер түймесін басқаннан кейін жанатын көк және қызыл түстер арқылы біліп отырамыз. Жауап дұрыс болған жағдайда көк түс, дұрыс болмаса қызыл түс жанады. 21 ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысы толығымен компьютердің және арнайы сарапшылардың бақылауында. Алғашқы айналым бәйге. Бастаймыз. Бәйге айналымның бірінші сұрағы мынадай. Қазақтан шыққан алғашқы ұшқыш жауынгер қыз. Мәншік Мәметова, Хиуаз Доспанова, Әлия Молдағұлова. Әрине, Хиуаз Доспанова. Екінші сұрақ. Солтүстік Американың шығыс жағалауындағы жылы ағыс. Гвиана, Лабрадор, Гольфстрим. Дұрыс жауабымыз қай жауап екен? Әрине, Гольфстрим. Қарқына жаман емес әзірге ойыншыларымыздың. Циркульдің көмегімен сызылатын геометриялық фигура. Орбита, бұрыш, сфера. Кәне. Дұрыс жауабы сфера. Ежелгі бір тұтас материк. Лавразия, Гондвана, Пангея. Дұрыс жауабымыз. Белгілейік, уақытымызды үнемдейік. Дұрыс жауап Пангея. 1853 жылы
Әулие-ата деп аталған қаланың қазіргі атауы. Шымкент, Тараз, Семей. Қай қала екен? Тараз қаласы екен. Ғалия мен Абзал жарадыңдар. Тікбұрышты координаталар жүйесі қай ғалымның атымен аталды? Ньютонның, Архимедтің, Декарттың. Ньютон, Архимед, Декарт. Дұрыс жауабымыз Декарттың. Мониторингтік сараптама. Тамашалайық. Ғалия Хамитовада 6 ұпай. Жансия Тұралиевада 5 ұпай. Нұрмұхамед Жақашта 4 ұпай. Аққанат Ешжан 4 ұпай жинаған. Абзал Қабылтайда 3 ұпай. Айсұлу Мырзағұловада 2 ұпай. Қызықты сұрақтарды жалғастырамыз. Қазақтардың ұрып ойналатын көне музыкалық аспабы. Дауылпаз, қобыз, асатаяқ. Ұрып ойналатын аспап. Бұл дауылпаз. Солтүстік Қазақстан облысының орталығы. Петропавл, Қостанай, Павлодар. Петропавл, Қостанай, Павлодар. Дұрыс жауабымыз Петропавл. Ағаш тесуге арналған құрал. Ара, үскі, жоңғы. Дұрыс жауабы үскі. Салымдарды қабылдайтын және несие беретін қаржы мекемесі. Банк, биржа, қор. Банк, биржа, қор. Дұрыс жауабымыз банк. Ауданы бойынша ең үлкен арал. Мадагаскар, Гренландия, Сицилия. Дұрыс жауабы Гренландия аралы. Бір отбасына бір бала деген саясатты ұстанатын ел. Қазақстан, Қытай, Бразилия. Қазақстан, Қытай, Бразилия. Дұрыс жауабымыз әрине Қытай. Қытай бәрекелді, біздің ойыншыларымыз барлығы тамаша жауап берді. Бәйге айналымның 12 сұрағын оқыдық. Енді нәтижеге көз жүгіртеміз. Жансая Тұралиевада 10 ұпай. Нұрмұхамед Жақашта 10 ұпай. Аққанат Ешжанда 9 ұпай. Абзал Қабылтайда 9 ұпай. Ғалия Хамитовада 8 ұпай. Айсұлу Мырзағұлова 7 ұпай жинаған. Біздің нәтиже осындай. Қымбатты ойыншылар, тартысты ойын одан әр жалғасады. Екінші айналымның ойын шарты бойынша алғашқы айналымда жинаған ұпайларыңыз толығымен сақталады. Қазір сіздерге 5 сұрақтан әзірленген 6 ұяшық шығады. Ұяшық сұрақтары алғашқы айналымда жинаған ұпай санына байланысты ойыншылардың орналасу реті бойынша оқылады. Әр дұрыс жауап 1 ұпаймен бағаланады. Егер ойыншы өзіне тиесілі ұяшық сұрағына жауап бере алмаған жағдайда, жүргізушінің қарсыластар деген сөзінен кейін түймені басқан алғашқы 2 ойыншы ғана жауап бере алады. Естеріңізге сала кетейін, бұл мүмкіндікті пайдаланып дұрыс жауап берген сайыскерге 1 ұпай қосылады, керісінше қателескен жағдайда 1 ұпайы алынады. Сонымен қатар 6 ұяшықтың екеуінде тосын сый жасырылған. Тосын сый ұяшығы түскен ойыншы берілген сұрақтардың 3-інен артық жауап берсе, қосымша 2 ұпай қосылады. Екінші тосын сыйда бағдарламамыздың арнайы сыйлығы табысталады. Әр сұраққа ойлануға 7 секундтарыңыз бар. Мониторингтік сараптама шығарылғаннан кейін өкінішке орай ұпай саны төмен 3 сайыскер ойынды осы жерден тоқтатады. Сайыста алғашқы айналымда ең көп ұпай жинаған сайыскер бастайды. Келесі кезең Жорға! Сонымен көш бастап келе жатқан Жансая қалғалай? Керемет. Онда сенің өнерің жайында білгіміз келеді. Қандай өнерің бар ойында? Мен 3 жылдай биге қатысқан және қазір домбыраға қатысып жүрмін. Керемет. Тамаша. Жансая, арманың қандай? Арманым өскенімде астронавт ғарышкер болу. Оны таныстыруды айтып кеткен болатын, өте тамаша. Жансая, бір қызығы Жансая таныстыру барысында 13 елді аралағанмын дейді. Мысалы сен 13 елде болып бердің әлемде? Мен әлі болған жоқ. Менде болған емеспін. Бұл қызық. Қалай болды, сол жайын айтпашы бізге Жансая. Кішкентай кезімде сол шамамен 3 жастамын. Әкемнің жұмысынан сол жерлерге жолдама берілген екен. Жалпы есіңде ерекше қалған қай елдің қай қаласы?
Қазақстанмен салыстырып көрші, қайсысы ыстық саған, қайсысы жақын? Лондон. Лондон қаласы ма? Неліктен? Себебі мен сол Лондон қаласында басқа қалаларға қарағанды көп тұрғанмын. Яғни мен Лондонда 3 жылдай тұрғанмын. Және Лондонда басқа қалаларға қарағанды оны көбірек білемін, көбірек танимын. Себебі мен бұл жерде көп уақыт болғанмын. Лондонға бара қалсақ, Аша, Жансаяға хабарласып, мән-жайды түсіндіреміз. Сондықтан ол астронавт болам деп тұрған себеп сондықтан. Міндетті түрде жақсы астронавт болуына тілектеспіз біз Жансая. Олай болса яшық нөміріне көше берейік. Бірінші яшық сенікі. Қандай деген сұраққа жауап беретін сөз табы? Сын есім. Дұрыс айтасың. Астероид пен кометалардан бөлініп шыққан темір тас бөлшектері. Жауап жоқ. Қарсыластар? Аққанат. Бұл метеориттер. Метеорит. Дұрыс. Тамаша жауап. Айналасын мұхит және теңіз сулары қоршап жатқан құрлықтың ең үлкен бөлігі. Материк. Материк, яғни құрлық, әрине дұрыс. Алматы қаласының қалааралық телефон коды. 72. Дұрыс. Тағамның қуаттылық құндылығының бірлігі. Теңге. Бағасы айтып қойды. Дұрыс емес, қарсыластар. Аққанат. Килокалория. Калория. Дұрыс. Жансая 5 сұрақты қойдық, 5 сұрақтың үшеуіне дұрыс жауап қайтардың, өте жақсы. Және Аққанат, сені құттықтаймыз, 2 ұпайың сенде. Біздің келесі қатысушымыз Нұрмұхамедке келген екен. Нұрмұхамед, болашақта кім болғың келеді? Хирург. Хирург мамандығы өте жауапты мамандық. Жалпы, білікті хирургта қандай қасиеттер болу керек? Ойланып қалды Нұрмұхамед, оның барлығын біле жатар. Алдағы уақытта кітап оқып, практика деген сияқты. Кітап оқимыз ба жалпы? Иә. Қандай кітап оқыдық? Соңғы рет мен Робинзон Крузо деген кітабын оқыған. Робинзон Крузоның авторы кім ал? Даниэль Дефо. Даниэль Дефо. Енді Робинзон Крузоның оқиғасын білетін шығарсың. Білем. Айдалада жалғыз тіршілік кешкен Робинзон. Жалпы Нұрмұхамедпен ұқсастықтар бар ма? Жоқ. Ұқсамай ма мүлдем? Ұқсамайды. Несімен ерекше болды сен үшін бұл шығарма? Не түйдің? Ол шығарманың маған ұнаған жерлері, ол мысалға еңбек қорлыққа шақырады. Ол ешқашан жалқау болмауға шақырады. Ол арманыңа жетуге көмектеседі. Керемет, олай болса бүгінгі ойынымыздың Робинзон Крузосы Нұрмұхамед өзіңсің деп ойлаймын. Ерінбейсің, себебі осы ойынға келіп отырсың. Енді сенің біліктілігің мен білімділігің сыналатын сәт келді. Екінші яшық сұрақтарын оқимын. Дайынсың ба? Иә, дайынмын. Қашан деген сұраққа жауап беретін сөз табы? Қашан? Қашан? Істеу? Істеу? Дәл таптың. Бір ұпай бар. Келесі сұрағымыз. Ғаламшарлардың күнді айналып өтетін сызығы. Орбита? Бұл да дұрыс жауап. Мұхиттың ең терең жері. Мариан шұңғымасы? Дәл таптың, бәрекелді. Келесі, жақсы келе жатырсың. Осы қарқынан тайма. Екі әріптен тұратын Қазақстандағы қала әрі өзеннің аты. Мұхамед, уақыт өтті. Жауап жоқ. Қарсыластар. Аққанат. Шу қаласы. Бәрекелді, Шу қаласы Аққанатқа бір ұпай сыйлады. Алымы мен бөлімі өзара жайсан болатын бөлшек. Жай бөлшек? Дұрыс емес. Қарсыластар. Алымы мен бөлімі өзара жайсан болатын бөлшек. Қысқармайтын бөлшек. Сонымен екінші яшықты оқыдым. Бұл екінші яшық Нұрмұхамед пен Аққанат үшін өте пайдалы болды десем болады. Себебі Нұрмұхамедте 3 сұраққа дұрыс жауап беріп, 3 ұпай еншілесе, Аққанатта 1 ұпай иеленді. Құттықтаймыз. Қошеметтеп қол соғып қояйық.
Аққанат, мінекей, жақсы келе жатырсың. Қарсыластарының сұрақтарына жауап беріп жатырсың. Қалайсың, көңілді шығарсың? Көңілдімін. Жақсы, Аққанат. Олай болса, 10 жылдан кейін өзіңді қалай елестетесің? Аудармашы немесе географ деп көріп тұрмын өзімді. Қандай өнерің бар? Домбыра тартамын, би билеймін. Тамаша. Бүгін бізде домбырамыз бар. Енді әсем әнмен, яғни күй тартасың ба әлде ән орындайсың ба? Күй тартамын. Күй тартады. Олай болса Аққанаттың орындауындағы күйді қабыл алыңыздар. Бәрекелді. Енді Аққанат, қазақтың жаны мен қаны екі шектен күй болып өрілген қазақтың қара домбырасында күй тартуың бұл нағыз ұлтшандылықтың үлгісі деп білемін. Ендеше сұрақтарға көшетін сәт келді. Үшінші яшық сен үшін ашылады. Не деген сұраққа жауап беретін сөз табы? Зат есім. Зат есім. Дұрыс. Келесі сұрақ. Құрлыққа қарай суығына еніп жатқан су бөлігі. Бұғаз. Қателестің. Аққанат. Қарсыластар? Жансая? Шығанақ. Шығанақ. Бәрекелді. Уақыт бар, сондықтан да асықпа, Аққанат. Үшінші сұраққа кетейік. Аспан денелері туралы ғылым. Астрономия. Астрономия, дұрыс. Қарайсың. Төртінші сұрақ. Басқа елдерге шығарылатын тауар. Басқа елдерге шығарылатын тауар қалай деп аталады? Қалай атаймыз? Уақыт өтті, Аққанат. қарсыластар. Аққанат. Бізде бірінші болған Ғалия. Импорт. Импорт емес. Импорт емес. Нұрмұхамед. Нұрмұхамед. Экспорт. Экспорт. Ортақ нүктесі болмайтын, қиылыспайтын түзулер. Параллель. Параллель түзулер деп аталады. Аққанат, мінекей 5 сұрағымыз оқылды. 5 сұрағымыздың үшеуіне дұрыс жауап қайтардың. Жақсы. Жансая және Нұрмұхамед, сендерді құттықтаймыз. Сендерде де бір пайдам бар. Ғалиядан өкінішке орай бір ұпай шегерілді. Иә, сондай. Ойын болған соң болады ондай. Келесі кесек Абзалда. Абзал, 21 ғасыр көшбасшысы ойын неге теңер едің? Қызып тұрған өрі бәйгеге теңедім. Қызған бұл бәйгеде өзіңді кім санайсың? Қатысушы. Жеңімпаз ретінде елестетпейсің бе өзіңді? Елестетем. Елестетесің ғой. Тамаша. Жалпы жазғы демалыстамыз қазір бәріміз. Иә. Қалай өткізіп жатырмыз? Жазғы демалыс жақсы өтіп жатыр. Жақсы өтіп жатыр ма? Иә. Қандай есте қаларлық оқиғалар болып жатыр? Осы 21 ғасырғы көшбасшысына қатысып жатырық. Егер сенде 100 мың теңге болса, ойынымыздың маусымдық ойынның жеңімпазы атансаң, қалай жұмсар едің? Оны мен ата-анама беретін. Ата-анаңа бересің бе? Иә. Сен еңбектенесің, оқисың, ұтасың, жеңесің. Қызығын ата-анаң көреді. Ата-анам мен өткен бағып жатыр ғой. Сені асырап отыр ма? Иә. Сол үшін бересің. Бәрекелді, міне. Ата-анасына ойлаған Абзалға бір қошемет көрсетіп қояйық. Абзал, енді
100 000 теңге жету үшін сұрақтарға дұрыс жауап беру керек. Дайынсың ба? Иә. Іске сәт. Керемет, Абзал. Бұл бізде тосын ашығы, сені бағдарламамыздың таулар, жанар таулар және үңгірлер деген энциклопедиясымен марапаттаймыз. Алғашқы қуанышың құтты болсын. Бірақ жайбарақаттылыққа жол жоқ. Қызықты сұраққа нақты жауап беру керек. Кеттік ендеше. Неше деген сұраққа жауап беретін сөз табы? Сан есім. Сан есім. Дәл таптың. Келесі сұрағымыз. Бор, ұлу тас, тас көмір. Қандай тау жынысы? Магмал. Магмал емес, қарсыластар. Нұрмұхамед. Метаморфтық. Метаморфтық емес. Айсұлу. Шөгінді тау жыныстары. Айсұлу дәл тапты. Бір ұпай Айсұлуда. Келесі сұрағымыз Абзал. Бірде-бір өзен құймайтын теңіз. Каспий теңізі. Каспий емес, қарсыластар. Аққанат. Арал теңізі. Дұрыс емес. Тағы кімнің қандай нұсқалар бар? Бір ұпай шегерлет Аққанат. Дұрыс жауабы. Нұрмұхамед айтып көрер. Балқаш. Балқашта емес, бір ұпай шегерледі. Қызыл теңіз. Астана қаласының қалааралық телефон коды. Кәне Абзал. Коды қандай екен? Жауап жоқ па? Қарсыластар. Нұрмұхамед. 7271. Дұрыс емес. Айсұлу. 71-72. Дұрыс айтасың. 71-72. Бұрышты тең екіге бөлетін түзу сызық. Бұрыштың симметрия өсі. Жауап. Қарсыластар. Бізде бірінші олған Ғалия. Бисектриса. Бисектриса. Бәрекелді. Абзал бір дұрыс жауап бердің, бір ұпай еншіледі. Ғалияда бір ұпай бар. Айсұлуда 2 ұпай еншіледі. Нұрмұхамедтен 3 ұпай шегерледі, және Аққанаттан 1 ұпай шегерледі. Жалғастырамыз. Ғалия, біздің ойынымыз бұл сайыс. 21 ғасыр көшбасшы зияткерлік сайысы. Жалпы көшбасшы болудың формуласын білесің бе? Көшбасшы болу үшін ол бүкіл пәндерден оқып, жаңағы барлық салаларды қамтып қалу керек. Сондықтан сол себептен ғана көшбасшы болуға нағыз лайықты боласың. Аха, біздің ойынымызға келдің, яғни сен өзіңді көшбасшы ретінде танисың, білесің. Сенің бойыңда қандай қасиеттер бар? Менің бойымда ұстамдылық, инабаттылық, жаңағы сабақтарды жақсы оқитын, ал бірақ та жағымды қасиеттер, ол шыдамдылық қасиетін мысалы менде аздау. Сонымен қатар Ғалияда, сөзіңді білейін Аша. Ерекше өнерлі қыздың бірі Ғалия. Қандай өнер өзар өзің айтып көр? Менің өнерім ол домбыра тарту болады. Түсінгеніміз ән айтасың, е? Иә. Ән айтасың, олай болса. Бүгінгі көшбасшы ойынымыз қызыққа толы. Қызықты сәттерге тек Аққанат қана емес, біздерге домбыра күй тартып берген. Сонымен қатар Ғалия да тартады екен. Олай болса, сенің де кереметтей Дауысыңның куәсі болайық. 21 ғасыр көшбасшы тек білім бәйгесі емес, дарындарға жол ашатын бағдарламалардың бірі. Ғалия, бізге қандай ән орындайсың? Орындайтын әнімнің аты ол туған жер өзің дегенде. Ай, бәрекелді. Алыс кетсем мен сенен, аңсай жүрем. Сағыныштың сазымен әнсап жүрем туған жер. Ауылымның түтіні қымбат маған белдер ау, күн қақтаған туған жер. Туған жер өзің дегенде жүремін әркез елеңдеп. Бір сезім билеп алады-ау, жүрегім дүрсіл қағады-ау. Тамаша. Рахмет саған көп Ғалия. Ғалия, өнерің өрісті болсын, тек есінде болсын. Болашақта сахнаға шығып жатсаң, еркіндік. Сахна еркіндік түседі. Осы бір қасиетіңді жетілдірсең, сенімділік артса, сенен тамаша өнер жұлдызы шығатынына сеніміміз бар.
Олай болса, біз бірден сұрақтарымызға кірісе кетейік. Қызықты сұрақтар болады. Керемет. Бұл дабыл, керемет дабыл. Өнерпаз Ғалияға тосын сый ашыға түсті. Шартын түсіндіріп өтейін. Қазір саған 5 сұрақ оқимын. Соның кем дегенде 3-еуіне ғана жауап берсең, қосымша 2 ұпай қосамыз. Дайынсың ба? Бастайық онда. Кеттік. Қайтты деген сұраққа жауап беретін сөз табы. Етістік. Етістік, әрине дұрыс. Келесі сұрағымыз. Гранит, базальт, жанартаулық шыны қандай тау жынысына жатады? Магмалық тау жынысына. Магмалық жыныстар, дұрыс айтасың. Астық бастыратын алаң. Егін алқап. Дұрыс емес, қарсыластар. Астық бастыратын алаң қалай деп аталады? Бұл жайында әнде бар. Аха. Жауап жоқ сияқты, дұрыс жауап қырман деп аталады. Қырманға кел, қал қатай деп. Кезін айтып жүреді әндерде. Экономикалық және саяси дербестігінен айырылған ел. Экономикалық және саяси дербестігінен айырылған ел. Алия, жауабын білесің бе? Жауап жоқ. Қарсыластар? Жауап жоқ. Дұрыс жауап отар. Берілген шаманың 100-ден 1 бөлігі. Берілген шаманың 100-ден 1 бөлігі. 100-ден 1. 100-ден 1 емес. Қарсыластар? Жансая? Пайыз. Пайыз. Дұрыс, Жансая. Ғалия, 2 сұрағымызға дұрыс жауапты естідік. Жақсы. Сонымен құттықтаймыз. Жансая, сенде 1 ұпайың бар. Тағы да. Қошеметтеріңіз. Айсұлуға да кезек келіп жетті. Айсұлу, қарсыластарының деңгейі қандай екен? Қарсыластарымның деңгейі өте жоғары. Өте жоғары ма? Біз де келсеміз. Көріп жатырсың, Ғалия ән айтты, аққанат күй тартты. Айсұлу бізде не істей алады? Негізінде мен театр сахнасында ойнауды ұнатамын. Яғни болашақ актриса. Солай ма? Осығандай қандай шараларда немесе қойылымдарда белсенділік таныттың? Мен ағылшынша Cinderella атты қойылымда ойнадым. Өзің ойнаған рөлден бізге бір үзінді ойнап берсең? Береді. Cinderella, what are you doing? You're not walking? Walk your walk, make the breakfast. I'm hungry. I want my toast, ham, cheese, and cup of tea. And you, Basil, what are you doing? Helping the girl? Осы бөлікті мен қазір ойнап бердім. Керемет, қолсоқ қошеметтеп қояқ. Міне, киноға немесе түрлі телехикаяларға актриса іздеп жүрсе, көшбасшыға хабарласса болады. Иә. Біздің Айсұлуымыз. Дұрыс айтасың, енді мен біліп жүрмін. Таптырмайтын актриса. Тамаша. Болашақта актриса боласың ғой? Білмеймін, бірақ актриса маған қосымша хобби сияқты болады, ал негізінде мен журналист болғым келеді. Сенен тамаша актриса және журналист шығатынға мен сенем. Сондықтан қазір 6-шы ұшқын сұрағына жауап беру кезегі келді. Дайынбыз ба? Иә. Кім деген сұраққа жауап беретін сөз табы? Зат есім. Дұрыс айтасың. Келесі сұрағымыз. Екі елді немесе құрлықты бөліп жатқан су айдыны? Бұғаз. Бұғаз. Бұлттар арасында болатын электрлік ұшқынды разряд. Айсұлу, өте жауап оңай еді ғой. Жауап бар ма? Қарсыластар, жауап жоқ. Бізде бірінші болған Абзал. Найзағай. Найзағай. Дұрыс. Басқа мемлекеттерден әкелінген тауар? Импорт. Импорт. Дәл таптың. Айсұлу, келесі сұрақ мынадай. Барлық өлшемдері тең, параллелепипед. Шаршы параллелепипед. Дұрыс емес, қарсыластар. Нұрмұхамед. Куб. Жарайсың, Нұрмұхамед. Айсұлу, саған 6-шы ұшқын сұрақтарын оқыдық. Соның 3-еуіне тамаша жауап беріп, 3 ұпай еншіледің. Сондай-ақ Абзал мен Нұрмұхамед қалыс қалмады. 1 ұпайдан иемденді. Сонымен жорға айналымы бойынша қорытынды қалай болды екен? Сараптамаға назар аударамыз.
Жансая Тұралиевада 15 ұпай. Аққанат Есжанда 14 ұпай. Айсұлу Мұрзағұловада 12 ұпай. Нұрмұхамед Жақашта 12 ұпай. Абзал Қабылтайда 11 ұпай. Ғалия Хамитовада 10 ұпай. Нәтижеміз осындай. Білім мен өнер адамның қос қанаты. Егер біреу болмаса, қанаты жоқ ұстайсың, яғни биікке ұшпайсың. Бүгінгі ойын осыны дәлелдеген секілді аша. Біздің ойымызға қатысып, кішкене ғана ұпай жетіспеген. Яғни ұпайы бірдей, бірақ уақыт үнемдеу жағынан артта қалған Нұрмұхамедпен, Абзал және Ғалиямен қимай осы жерден қоштасамыз. Алдағы білім бәсекелерінен биіктен көрініп, отбасының мерейі, еліміздің мақтанышы болыңыздар деген тілек айтамыз. Рахмет сіздерге. Аша, біз бұл арада білім жарыстырдық. Сол арада сайыскерлердің сезімі қандай болды екен? Сөз кезегі Дәулет Төлетайұлында. Екі айналымда артқа тастап, серікту сәтіне келіп жеттік. Айсұлу, Аққанат, Жансая құттықтаймын үшінші айналымға өтулерімен. Айсұлу, саған ең бірінші сауалды қойғым келіп отыр. Бірінші айналымда ең соңғы нәтиже көрсеткенмен, екінші айналымда өз біліміңді көрсетіп, ақтық мәреге дейін жетіп отырсың. Сезім қандай? Сезім өте жақсы болып тұр. Мен қуанып тұрмын, өйткені бірінші айналымда соңғы болғанымен осы үшінші айналымға шықтым. Өте қуанып тұрмын. Менің ойымша, менің қарсыластарым өте мықты болды. Олардың білімдері өте жоғары болып келді. Маған үшінші айналымға өту өте қиын болды, бірақ өз біліміңді көрсеттің сен. Жақсы, келесі ойыншымыз Аққанат. Аққанат, сен сезімің қандай бүгінгі ойында? Жақсы, бірақ кішкене қобалжу бар. Қобалжуды қалай жоюға болады деп ойлайсың? Енді бәрін ұмыту керек. Нені ұмыту керек? Сұрақтардың бәрін ұмыту керек пе? Дайындалған нәрсен әлде қобалжуды ұмыту керек пе? Қобалжуды ұмыту керек. Жақсы, ал сен көбінесе қай сұрақтарға дайындалып едің? Қандай тақырып деңгейінде, көлемінде? Мен география мен тарих жөнінде. Яғни үшінші айналымда да география, тарих көбірек келсін дейсің ғой. Келесі ойыншымыз Жансая. Әзірге біздің ойынның фаворитісің. Кімді басты қарсыластан? Осы менің қарсыластарымның ішінде ең мықты қарсыластарым осы Айсұлу мен Аққанат болды. Біз үшеуміз үшінші айналымға өтіп тұрмыз, және мен оған өте қатты қуаныштымын. Менің өмірлік ұстанымым кез келген қиындықты жеңе білу. Және мен осы алдыма келген қиын сұрақтарды біліп, соларды жеңдім және үшінші айналымға өтіп тұрмын. Үшінші айналымда қай тақырыптар келсе деп ойлайсың? Үшінші айналымда география және математика көбірек келсе деп қалаймын. Саған да география мен математика, иә? Жақсы, онда сендердің тілеген сұрақтарын көбірек болсын. Маусымдық ойынға өту үшін максималды түрде ұпай жинау керексіңдер. Жақсы, құрметті оқушылар, жаз айлары демалыс болғанымен 21 ғасыр көшбасшы зияткерлік сайысының ұжымы демалмайды. Себебі біз Қазақстан әр аймағынан білімді жастарды іздейміз. Ойынға қатыс, бағынды сына, жеңімпаз атан. Кезекті сергіту сәтін өкінішке орай үшінші айналымға өте алмаған Нұрмұхамед, Ғалия, Абзал сендермен сұхбаттасқым келіп тұр. Нұрмұхамед, ойынды көрдім, өте тартысты болды, бірақ бұрын сонды оқушылар арасында бола бермейтін 3 ұпайдан бірден айырылдың. Бұл ұпайдан айырылуға не себеп болды? Асығып кеткенім ғой онда. Әйтпесе сен Айсұлумен 12 ұпай ұпайларын бірдей болып тұр, өтетін едің. Не жетіспеді деп ойлайсың? Бірде уақыт жетіспеді, бірде өте асығып кеткен, содан кейін дұрыс ойланбай жауап бере салған. Ал қазір сезімің қандай? Сезімім жаман емес. Жаман емес, бірақ қуаныштысың біздің ойынға қатысқанына. Жақсы, Ғалия, сезімің қандай? Сезіммен бөлісіп өтсең? Жақсы. Менде жақсы сезім. Ешқандай реніш сынды болмайды. Әр ойында жеңіс те бола береді. Жақсы, екеуі де қатар жүреді демексің ғой, бірақ сұрақтар қиын болды ма біздің ойында? Сұрақтар онша қатты болған жоқ, ал егер де ойланып жауап беретін болса, онда барлық сұрақтар оңай. Жақсы. Ал Абзал, сен үшінші айналымға өтпеуіне не жетіспеді? Өзімнің асығыстығым жетіспеді, және де өзім қарсыластарға ұпай беріп қойдым. Ал өзінен
артынан еріп келе жатқан іні қарындастарына қандай ақыл кеңес айтар едің біздің ойынға қатысайын деген іріктеуден өткен оқушыларға? Жаңа олар асықпай ойдан шапшаң жауап беріп, жаңағыдай мен де қатты жүрмін. Асықпау керек, әрі шапшаңдылық керек дейсіңдер ғой. Құрметті ойыншылар, сендерді құралақан қайтармаймыз. Осындай 21 ғасыр көшбасшы зияткерлік сайысына қатысты деген сертификат табыстаймыз. Сондықтан да ойында жеңілсеңдер де, өмірде жеңілмеңіздер. Мейрамбек, осы біздің бағдарламаға келетін сайыскерлердің менің байқауымша көбісінің есте сақтау қабілеттері өте жақсы дамыған. Қаншама кітап оқып, оның ішіндегі мәліметтерді миларында сақтау барлығының қолынан келе бермейтін өнер ғой. Әрине, біздің сайыскерлердің осы қабілеттері мақтауға тұрарлық. Шіркін, мен осындай деңгейге қалай жетсем болады екен? Бұл сұрағың жауабын мен білетін сияқтымын. Ол үшін адам жақсы тамақтану керек. Яғни, тамақ құрамында бидай өнімдері, жаңғақтар, қарақат, майлы балық, брокколи, қызанақ және асқабақ дәні міндетті түрде болғаны жөн. Екінші кезекте, есте сақтауды жақсартатын жаттығулар жаса. Мысалы, телефоныңдағы адамдардың аттарын өшіріп тастасаң, оларды білу үшін амалсыздан нөмірлерді жаттауға тура келеді. Міне жақсартатын әдістің бірі осы. Осы ғана ма? Жоқ, спортпен айналыс және дұрыс ұйықта. Осы айтылған қарапайым ережелерді сақтасаң, біздің сайыскерлер сияқты боласың да шығасың. Тіпті біздің ойыншылардың орнында тұрып қалуың да ғажап емес. Кеңестеріңе көп рахмет әрине. Бұл жұтпай орындауға тырысамын. Көрермендер де өздеріне біраз қажетті мәліметтер алған болар деген үмітпен ойынымызды жалғастырайық. Құрметті ойыншылар, соңғы айналымның ойын шартымен таныстырып өтейін. Осыған дейін жинаған ұпайларыңыз толығымен жойылады. Қазір назарларыңызға 4 тақырып бойынша 10, 20, 30, 40, 50 ұпайдан тұратын 20 сұрақ ұсынылады. Арнайы сұрақ және бейне сұрақ беріледі. Арнайы сұрақта бүлдіршіндер ойыншыларға жұмбақ жасыратын болады. Бастысы жауап берілмеген немесе жауап болмаған жағдайда ойыншылардың ұпайы өзгеріссіз сақталады. Бұл айналымның негізгі ерекшелігі ретінде көмбе және тосынсы ұяшығы жасырылған. Көмбе ұяшығы түскен ойыншы берілген сұраққа сәйкес сандықта жасырылған затты табуы тиіс. Ал тосынсы ұяшығы түскен сайыскер берілген сұрақтың ұпайын өз өнерін көрсету арқылы иелене алады. Әр сұраққа ойлануға 8 секундтай уақыттарыңыз бар, ал уақыт аяқталған кезде жауап берілмеген немесе жауап дұрыс болмаған жағдайда жүргізушінің қарсыластар деген сөзінен кейін басқан ойыншы жауап бере алады. Ойын шарты түсінікті болса, соңғы айналымға көшейік. Дода! Үшінші айналымда қандай тақырыптар ұсынылған екен? Жас астрономның көзімен, геометриялық фигуралар, Қазақстан қалалары, ағашат ертегісі. Сонымен Жансаядан бастаймыз. Жансая, қандай тақырып? Қазақстан қалалары 30. Қазақстан қалалары ұяшығы 30. Маңғыстау облысының орталығы. Қазақстанның оңтүстік батысында, Каспий теңізінің жағасында орналасқан қала. 1964 жылдан 1991 жылға дейін Тарас Шевченконың құрметіне аталған қала қазір қалай аталады? Ақтау қаласы. Ақтау қаласы, дұрыс. 30 ұпай мінекей Жансаяға бұйырды. Аққанат. Қандай тақырып, қай ұяшық? Қазақстан қалалары 40. Бастапқыда бұл жерде бар жоғы 7 үй болыпты. Кейін Ресей империясы мұнда бекініс салып, 7 шатыр деп атаған. Іргетасы 1718 жылы қаланған қала қазір қалай аталады? Семей қаласы. Бәрекелді, Семей қаласы. Геометриялық фигуралар 30. Ежелгі грек аңыздары бойынша геометриялық құралды өнертапқыш Дедалдың жиені Талос жасап шығарған. Бұрын оны қолдану білімдіктің көрсеткіші болған. Қазір бұл құралды мектеп оқушылары да қолдана алады. Құралды атаңыз. Мектепте бұл құралды қолдану. Сызғыш емес, қарсыластар. Аққанат. Циркуль. Әрине дұрыс, бұл циркуль. Бәрекелді. Қазақстан қалалары 20. 1997 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен елорданы Ақмолаға көшіру туралы шешім қабылданды. Шешім қабылданғанға дейін еліміздің астанасы қай қала болған еді? Ақмола. Ақмола қаласы деп ойлайсың ба? Дұрыс емес, қарсыластар. Бізде бірінші болған Аққанат. Алматы қаласы. Алматы, дұрыс айтасың. Келесі Аққанат. Ағашат 30. Ағашат 30. Рүм патшасы не себепті Хұрмузға қызды да,
ағаш атты да беріп жібереді. Рым патшасына баратын себебі Шахзада Рым патшасын алдап кетеді емшімін деп. Бәрекелді. Аққанатта 30 ұпай. Енді Айсұлудың кезегі келді. Айсұлу. Ағашат 40. Ағашат пен оны жасаған шебердің кейінгі тағдыры не болады? Шебер зынданда өліп қалады, ал ағашты ертегінің соңында отпен жандырып жібереді. Өртеп жібереді. Дұрыс айтасың. Сараптамада қарап қалма. Аққанат Есжан 120 ұпай жинаған. Айсұлу Мырзағұлова да 40 ұпай. Жансая Тұралиева да 30 ұпай. Біз жалғастырамыз. Жансая. Геометриялық фигуралар 20. Геометриялық фигуралар 20. Әр қайсысы, яғни соңғысынан басқасы, өзінен кейінгінің басы болып табылатын, жалғасы бір түзудің бойында жатпайтын кесінділер тізбегі. Жауап жоқ. Қарсыластар, Аққанат Айсұлу жауап байқалмайды. Дұрыс жауабы сынық сызықтар деп аталады. Ұпай өзімізде қалады. Аққанат. Жас астроном көзімен 20. Жас астрономның көзімен 20. Бұл бізде бейне сұрақ, тақырыпқа тікелей қатысты екенін есіңе сала кетейін. Сұрақты білу үшін назарымызды экранға аударамыз. Күн жүйесі күннен, көптеген кіші және үлкен ғаламшарлардан, кометалар мен метеорлардан құралған. Күн жүйесінде неше үлкен ғаламшар бар? Күн жүйесінде 8 үлкен планеталар бар. 8 ғаламшар бар. Дұрыс. Айсұлу. Жас астроном көзімен 30. Жас астрономның көзімен 30. Қай жұлдыз солтүстікті меңзеп тұратындықтан полярлық жұлдыз атанған? Қай жұлдыз? Айсұлу, сен білесің оны, кәне? Қарсыластар? Бізде бірінші болған. Аққанат. Темірқазық. Темірқазық. Өте дұрыс жауап. Темірқазыққа қарап тұрғанда алдыңғы жақ солтүстікті, арт жақ оңтүстікті, оң қол шығысты, сол қол батысты көрсетеді. Дұрыс айтасың. Кезек Жансаяда. Жас астрономның көзімен 40. Жас астрономның көзімен 40. Сұрағым мынадай. Күн жүйесіндегі серіктері жоқ ғаламшарларды атаңыз. Меркурий. Меркурий және Шолпан. Дұрыс айтасың, Шолпан мен Меркурий. Аққанат. Ағашат 20. Сыйлыға келген өнерпаздарға қыздарын берген патша Ағашат сыйлаған өнерпазға не істейді? Ағашат сыйлаған өнерпазды зынданға тастай себебі сен мен ұлымды жоғалттың деп. Тамаша. Айсұлу қыздардың қарқынын қайталай алам екен, кәне? Ағашат 50. Ағашат 50. Бұл күрделі сұрақ, сондықтан нақты жауап беруге тырыс. Зынданда жатқан ғалым не деп өкінеді? Ғалымның зынданда өкінетін себебі ол атпен бірге оның қызын да алған. Сондықтан да ол өкінеді. Ғалым өкінгенмен Айсұлу өкінбеуі тиіс, себебі 50 ұпай Айсұлуда. Ал енді мониторингтік сараптама. Әзірге Аққанат Есжаны 190 ұпай. Айсұлу Мырзағұлова да 90 ұпай. Және Жансая Тұралиева да 70 ұпай. Одан әрі жалғасады ойнамыз. Қазақстан қалалары 50. Бұл қала алғашында Ақмешіт, кейін Перовск деп аталған. 1925 жылы қаланың атауы қайта өзгерді. 1929 жылға дейін Астана болған қаланы ата. Тараз. Дұрыс емес, қарсыластар. Аққанат. Қызылорда қаласы. Қызылорда қаласы. Бүгін Аққанат қалаларға қатысты сұрақтарға тамаша жауап беріп жатыр. Керемет. Аққанат, кезек өзіңде. Жас астроном көзімен 50. Күн жүйесіндегі ең биік тау қай ғаламшарда орналасқан? Марстағы Олимп тауы. Дұрыс айтасың, Марстағы Олимп тауы. 50 ұпай Аққанатта.
Айсулу? Геометриялық фигуралар 40. Геометриялық фигуралар 40. Қарапайым кесінділердің, бұрыштардың, үш бұрыштардың, басқа да фигуралардың өзара сәйкестігін, яғни эквиваленттілігін өрнектеу үшін қолданылатын ғылыми атау. Симметрия. Дұрыс емес, қарсыластар. Аққанат, Жансая білеміз бе? Дұрыс жауабымыз конгруенттілік деп аталады. Латынша өлшемдес, сәйкес, беттесуші деп аталады. Күрделі сұрақ екен көрініп ақыр, Сонымен сұрақтардың барлығы оқылды. Енді жеңімпазды анықтайтын сәт келді. Нәтижеге назар аударамыз. Аққанат Есжанда 290 ұпай. Айсулу Мырзағұловада 90 ұпай. Жансая Тұралиевада 70 ұпай. Бүгінгі ой бәйгесі өз жүйрігін анықтады. Үш айналым бойынша үздік көрсеткіш көрсетіп, нәтижелі ойын өрнегімен есте қалған Жансая Тұралиеваға үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдағы білім бәсекелерінде биіктен көрініп, талпынған талабыңа нұр жаусын демекпіз. Ойында көрсеткен терең білімі байқалды. Айсулу екінші орында. Құттықтаймыз дені Айсулу. Сонымен бүгінгі ойынымыздың жеңімпазы Аққанат Есжан. Кәнекей қошеметімізді көрсетейік. Аққанатқа маусымдық ойында өзінің ойын өрнегін көрсетуіне мүмкіндік бар екен есіне сала кете отырып, ойында көрсеткен терең білімі мен жігіске деген жігері үшін ел арна білім және хабар арнасының арнайы дипломмен марапаттаймыз. Шыңнан шыңға өрлей бер, Аққанат. Кел ортаға. Бәрекелді. Бүгінгі жеңімпаз тұғырында тұруға әбден лайықсың. Бір ғана сұрақ қойайын. Бүгінгі ойын несімен есте қалды? Бүгінгі ойында мен қарсылыстарым өте мықты болды. Маған жеңу өте қиын болды. Әсіресе Жансая мен Айсулу. Бұндай қарсыластар енді кезікпесін дейсің ғой. Бәрекелді, маусымдық ойынға қалай дайындалу керек екенін түсіндің? Қалай дайындалу керек? Түсіндім. Қарқынды дайындалу керек. Бәрекелді, қарқыннан тайма, осыны биіктен көріне бер, кәне жоғары көтеріп. Қошеметімізді көрсетейік жеңімпазымызға. Жарайсың, Аққанат. Бүгінгі жеңімпазымыз белгілі, ол Аққанат. Демек, мақсатымыздың да орындалғаны. Келесі аптада дәл осы уақытта тағы бір еліміздің білімдар оқушысының атын білетін боласыз. Сондықтан біздің бағдарламаны үзбей көріп, жеңімпазды бірге анықтайық. Көріскенше күн жақсы. Назарларыңызға 10 ойынның қорытындысы бойынша рейтингті ұсынамыз. Аққанат Есжан 290 ұпай, Аманжол Сағи 230 ұпай, Яссау Есмахановта 200 ұпай, Аяна Тағаевада 190 ұпай, Арман Жұмаханда 160 ұпай, Ернар Тұрсынбаевта 150 ұпай. Арманыңды жалған көш башы.